Атака титанов фильмде адамзат алып титан қабырғаны бұзып, адамдар қоғамын 100 жыл бұрын пайда болған алып құбыжықтардан бөліп тұрған қорғанды қиратады. Бұл апат кезінде көптеген адамдар қаза табады, себебі жаратылыстар жолыққанның бәрін жұтып қойды. Адамдар үйлерін тастап, ішкі қабырғалардың артына жасырынуға мәжбүр болады. Үкімет қабырғаны жарылыс арқылы қалпына келтіруге тырысады, бірақ соңғы сәтте бұл жоспар бұзылады. Басты кейіпкер Эрин титанға айнала алатынын көрсетіп, барлығын қауіптен құтқарады. Кейін белгілі болғандай, Эрин кішкентай кезінде әкесі генетикалық инженерия бойынша тәжірибе жасап, оған адамды титанға айналдыра алатын сары су енгізген. Капитан Зельда да сол жерде болып, үкімет әкенің тәжірибелерін жою үшін келгенде Эринді жасыруға көмектеседі. Командир Кубо басқарған сарбаздар Эриннің ата-анасын алып кетіп, оларды өлтіреді, ал бала қабырғалардың ішінде жасырынып қалады. Командир ғимаратты өртеп жібереді, ал капитан баланы қауіптен алып кетеді. Эрин есін жиғанда, өзін сарбаздар байлап қойғанын және қаруларын оған бағыттаған көреді. Командир ғимаратқа кіріп, өзінің коммунизм туралы философиясын түсіндіре бастайды. Ол титан атты ортақ жау табылғаннан кейін адамзаттың бірігіп кеткен айтады. Ресурстар азайғанымен, енді барлығы тең болғандықтан адамдар бақыттырақ өмір сүруде. Алайда Эриннің титанға айналу қабілеті бұл бейбіт өмірге қауіп төндіреді. Эрин өзінің адам екенін дәлелдеуге тырысады, бірақ командир оған өмір сүруге рұқсат бермейді. Эринді атып тастамақ болған сәтте Армин алға шығып досын қорғайды. Ол барлығын титандардан құтқарған Эрин екенін айтып, оның адамзат үшін аса маңызды қару бола алатынын, қаланы қорғай алатынын түсіндіреді. Капитан Хонг та Эринді өлтіруге қарсы болады, бірақ тек оны зерттеп, тәжірибе жасау үшін ғана. Армин Кубоны иландыруды жалғастырып, сыртқы қаламаңда істен шыққан зымыран бар екенін және Эриннің көмегімен қабырғаны міндетті түрде қалпына келтіре алатынын айтады. Алайда бұл әрекет жағдайды ушықтыра түседі. Өйткені Кубо Арминді алдыңғы миссияны бұзып, жарылғыштарды жойды деп айыптайды. Командир сарбаздарға оқ атуға бұйрық береді. Эрин барлығынан өз мақсатын жүзеге асырып, қаланың ішіндегі адамдарға көмектесуге мүмкіндік беруін өтінеді. Достары қаза табайын деп тұрған көрген Микаса ақыры өмірлері үшін күресуге шешім қабылдайды. Бірақ командир оның неге құбыжықты қорғап жатқан сұрайды. Сауда бәрін тоқтатуды талап етіп, Эриннің қабілеттерін түсіндіре бастайды. Оның айтуынша, Эрин титан күйінде өзін басқара алады, бірақ уақыт өте келе санасы әлсірейді. Алайда ол сөзін аяқтамай жатып, оқ тиіп жерге құлайды. Залда өлер алдында бірдеңе айтуға тырысады, бірақ үлгермей көз жұмады. Кенет төбеден алып титан құлап, командир Кубо мен маңындағы сарбаздарды жаншып тастайды. Адамдар құбыжыққа оқ жаудырады, бірақ оқтар сауытқа ұқсас теріден кері серпіліп түседі. Алып титан сарбаздарды бір сілтеумен оңай өлтіріп, Эринді қолына алады. Олар титанның жергесіне шабуыл жасауға тырысады, бірақ оң қолмен тосып, саналы екенін көрсетеді. Титан барлаушыларға қарай бұрылады, ал Микаса жолдастарын қорғауға дайындалады. Бірақ таң қаларлығы, жаратылыс оған қарап, шабуылын тоқтатып, олардың өмірін сақтап қалады. Кейін алып титан ғимаратынан шығып, Эринді өзімен бірге алып кетеді. Армин қаза тапқан капитан Хонгты жерлегеннен кейін, басшылықты өз қолына алып, қабырғаны қалпына келтіру жоспарын жалғастыруға шешім қабылдайды. Алдымен Армин айтқан бомбаны тауып, содан соң сыртқы қабырғаға бару керек болады. Микаса үйіне қайтуға күмәндаса да, жолдастарын қорғау үшін алға басуға бел болады. Эрин ақ бөлмеде оянып, 100 жылдан астам уақыт бұрынғы музыканы естиді. Ол бұрылып қараса, пластинка ойнап тұрған джукбоксты көреді де, қызығушылықпен зерттей бастайды. Музыка тоқтағанда ол бір ер адамның дауысын естиді. Бұл капитан Шикишима болып шығады. Ол Эринді титаннан құтқарғанын, бірақ құбыжықты өлтіре алмағанын, себебі оның қашып кеткен айтады. Кейін капитан Эринға 100 жыл бұрын түсірілген бейнематериалдарды көрсетіп, титандардың пайда болу тарихын түсіндіреді. Байқасақ, адамдар генетикалық инженерия арқылы супер сарбаз қаруын жасағысы келіп, кейін титан деп аталған алыптарды жаратқан. Алайда олар вирусты бақылаудан шығарып алып, ол бүкіл халықтың арасында тарай бастайды. Адамдар аяқ астынан титанға айналып, адамзат қоғамын қиратты. Әркімнің қашан титанға айналатынын ешкім білмеді. Осыдан кейін адамдар бір-біріне сенбей өзара соғыса бастайды. Бұл ақырында толық өзін-өзі жоюға алып келеді. Қалай болғанда да, бір топ адам ешқашан титанға айналмай, осы қабырғалардың ішінде жасырынып қалады. Уақыт өте келе басқару жүйесі қалыптасып, біртіндеп бүгінгі қоғамға айналады. Қазіргі кезде олар отырған ақ бөлмелер үкімет тарапынан адамдарды бақылау үшін салынған. Негізгі мақсат адамзаттың өткенін ұмыттырып, халықты оңай басқару. Капитан қабырғаларға жасалған шабуылдың да үкімет тарапынан әдейі ұйымдастырылғанын айтады. Себебі адамдар қабырғалардың әр жағында
не бар екенін сұрай бастайды. Халықты қорқынышты ұстау биліктің тәсілі. Соған қарамастан капитан Эрнен үміт көреді. Өйткені ол титанға айналғаннан кейін де санасын сақтай алады. Ол екеуі бірігіп үкіметтің халықты құлдықта ұстауына тосқауыл қоя аламыз деп сенеді. Екеуі сыртқа шығып, капитан Эрнға өзінің ізбасарларын және командирден ұрланған жарылғыш заттардың үлкен бөлігін көрсетеді. Сондай-ақ ол титан соғыстарына дейінгі қолданылған қаруларды көрсетеді. Бұл қарулар алыптарға қарсы тиімсіз, бірақ адамдарды өлтіруге арналған. Шикишима Эрнға ілімек құралдарды беріп, енді оның тағдыры өз қолында екенін айтады. Осы уақытта барлаушылар зымыранды жер астынан алып шығып, ешбір титан байқамай тұрғанда, қабырғадағы тесігі бар жерге жету бағытын жоспарлайды. Микаса алысты көзбен шолып, Эрнмен бірге бағытты болған күндер еске алады. Топ қалаға қарай бет алады, бірақ Армин кенеттен алдарында тұрған сауытты көлікті көріп тоқтайды. Бір топ сарбаздар шығып қаруларын оларға бағыттайды. Сол сәтте Эрн көліктен түсіп, достарымен қайта қауышады. Ол Микасадан уайымдатқаны үшін кешірім сұрайды, ал қыз оның тірі екеніне шын қуанады. Шикишима көліктен секіріп түсіп, топ тапқан бомбаны тексере бастайды. Капитан Ханджи сарбаздардың қаруларын көріп қатты қуанып, титан соғысына дейінгі техниканы зерттеу үшін танкке кіреді. Осы кезде Шикишима қару кезеніп, зымыранға иелік ететінін мәлімдейді және үкіметті ішкі қабырғаларды қирату арқылы құлатуды жоспарлап отырғанын түсіндіреді. Қабырғалар бұзылған соң титандар қалаға лап қойып, үкімет басшыларын өлтіреді де қазіргі билік бір жолы жойылады. Эрн бұл жоспардан қатты шошиды, себебі ол жарылғыштарды қабырғаны жөндеу үшін қолданамыз деп ойлаған еді. Ол қала ішінде өмір сүріп жатқан қарапайым адамдардың тағдырын сұрайды, бірақ Шикишима олардың өлімі орынды деп санайды, себебі олар осындай озбырлықтың өмір сүруіне жол берген. Капитан Эрнға өткенін ұмытып, оларды өзінің жағына қарай шығуды ұсынады. Алайда Эрн титандар кесірінен болған барлық өлім мен азапты еске түсіреді. Ол жан айғайымен өткенін ұмытудан бас тартатынын айтады. Эрн Шикишимаға ұмтылады, бірақ бірден жерге лақтырылып тасталады. Ол қайта тұрып шабуылдайды, алайда капитан оның барлық соққыларынан оңай жалтарып, қарсы шабуылмен қайтадан құлатады. Шикишима оны титанға айналуға шақырып әдейі ашуландырады. Ашуға булыққан Эрн соққылары нәтижесіз болып, ол қайта-қайта жерге құлайды. Микаса капитаннан досын ұруды тоқтатуды өтінеді, бірақ Шикишима күліп, Эрнді мүлде жасуды үшін Микасаны күштеп сүйеді. Қыз оның бетінен шапалақпен ұрады, бірақ жауап ретінде жерге тебеледі. Бұл Эрнді одан әрі ашуландырып, ол көзсіз шабуылға көшеді де нағыз соққыға төзімді қапқа айналады. Осы кезде Армин досына көмектесудің жолын ойлап, шайқалып тұрған ғимаратқа қарайды. Жолдасы Цунагимен бірге жоспар құрады. Себебі Шикишима Эрнді қылышымен өлтірмек болады. Армин айғайлап бәрін тоқтатуды талап етеді де бомбаны іске қосып, барлығын жарып жіберемін деп қорқытады. Ол серігіне Эрнді алып, жүк көлігіне жеткізуді бұйырады. Алайда Шикишима бұл қорқытуды блеф деп санап, адамдарына оқ атуға бұйрық береді. Сол сәтте ілмек қаруы капитанның жанынан зу етіп өтіп, әлгі әлсіз ғимаратқа қадалады. Цунаги алға секіріп құрылысты құлата бастайды. Ол Арминге қашуды бұйырып, бар күшін салып тарта береді. Сарбаздар Цунагиге оқ жаудырса да, ол тоқтамай ғимаратты бомбаның үстіне құлатады. Армин осы сәтті пайдаланып қашып кетеді. Алып жарылыс болып, олардың көлігін жұтып қоя жаздайды. Бірақ топ аман қалады. Олар жарылысты сырттай бақылап досының өліміне қайғырады. Бірақ кенеттен Шикишима тірі қалған күйінде пайда болады. Ол көлікке өрмелеп мініп, зымыранды өзімен алып кететін жариялайды. Капитан қылышын шығарып, бәрін таңғалдырған күйде өз жүрегіне өз сұғып алады. Оның арқасынан сүйектер өсіп шығып, түрлену басталады. Топ тез арада қашып кетеді. Шикишима титанға айнала бастайды. Алып дене бөліктері қалыптасады. Армин бұл көріністі көріп, капитанның Эрнді алып кеткен әрі командирден өлтірген сауытты титан екенін түсінеді. Эрнді өзін жаралап, титанға айналмақ болады, бірақ жан оны тоқтатады. Себебі бұл оның жағдайында іске асатыны белгісіз. Ол Эрнға Шикишима секілді жалғыз емес екенін айтып, бірігіп қана бұл құбыжықты жеңе алатынын түсіндіреді. Сауытты титан топқа қарай жақындап, өзінің күшін көрсетіп, екі басқа алыпты оңай жойып жібереді. Сол сәтте команда титанға қарай лап қойып, оны алаңдатуға тырысады. Саша осы мүмкіндікті пайдаланып, алыптың көзіне жарылғыш жебе атып, оны уақытша соқыр қылады. Жан құбыжықтың айналасында ұшып жүріп, сауыттарының арасындағы әлсіз тұсына шабуыл жасайды. Ал Микаса титанның саусақтарын шауып түсіреді. Эрн титанның соқыр тұсын айналып өтіп, сіңірін кесіп жібереді. Соның салдарынан алып жерге құлайды. Жан мұны көріп, алыптың желкесінен соңғы соққы бермек болып ұшады. Алайда титан бұрылып, оған жақындап қалған жанды жұдырығымен ұрып жібереді. Сол сәтте Эрн жолдасын итеріп жіберіп, соққыны
өз қабылдайды да ғимараттың арасына ұшып кетеді. Алып бұрылып зымыранға қарай бет алады. Бірақ жарылғышты қолға алмақ болғанда Эреннің берсерк титанға айналып жатқанын байқайды. Өлім аузынан қалған екі титан ашуға булығып бір-біріне ұмтылады. Олар жұдырықтасып соғыса бастайды. Бірақ Эрен көп ұзамай қиын жағдайға тап болады. Себебі оның әрбір соққысы қарсыласының сауытынан өзіне ғана зиян келтіреді. Сауытты титан шайқасты үстемдікке ие болып, Эренді басынан жойқын тебумен жерге құлатады. Шекешима Эренге жақындап айқасты аяқтамақ болады. Бірақ берсерк титан қасында жатқан тікұшақтың құлағын жұлып алып, қарсыласына қарай сілтейді. Бұл соққы сауытты титанның денесін қақ жарып жібере жаздайды. Эрен барлық күшін жинап, соңғы соққы жасап титанды ғимараттарға қарай ұшырып жібереді. Шекешима қайтадан адам кейпіне орала бастайды. Ал Эрен жеңіске жеткендей айғай салады. Ол достарына қарай бет алып, жүк көлігінен бомбаны көтеріп шығарады. Берсерк титан жарылғышты арқасына салып қабырғаға өрмелей бастайды. Ал жолдастары ілмек құралдарымен соңынан ереді. Олар түйіскен жерге жеткенде Эрен бомбаны ғимаратқа орнатпақ болады. Бірақ барлық күшін сарып қалғандықтан құлап түседі. Түрлену оны есінен тандыра бастайды. Мұны көрген Микаса досына қарай ұмтылып, титанның арқасын кесіп, Эренді оятуға тырысады. Ол оған өзін мұхитқа апарып көрсетемін деп берген уәдесін еске салады. Естеліктерін есіне алған Эрен қайта есін жиып, зымыранды қабырғаның құрылымына қыстырып қояды. Дәл сол уақытта капитан Ханджи бұрынғы жарылыстан сауытты көліктің ішінде болғанының арқасында аман қалғанын байқайды. Өзінің тірі қалғанына өзі таңғалып, жандағы зымыран атқыштарды жинай бастайды. Ол артынан белгісіз бір адам оны бақылап жүреді. Микаса Эренді титанның ішінен шығарып алады. Ал Армин жарылышқа таймер орнатып, оны 5 минуттан кейін іске қосуға қояды. Команда кеткелі жатқанда олар қабырғаның үстінде тұрған командир Кубоны көреді. Ол титандар шабуылынан тірі қалған екен. Кубо егер қабырғаны сол күйінде қалдырып, Эренді үкіметке тапсырса, ақша мен билік уәде етеді. Топ ашумен бас тартады. Сол кезде командир оқ атып, Арминді жаралайды. Командир сыртта тек бейберекетсіздік бар екенін, ал адамдар бақытты болу үшін қабырға керек екенін айғайлайды. Бірақ сөзін аяқтамай жатып, Саша атқан бірнеше жебеден оққа ұшып, қабырғадан артқа құлап кетеді. Бұл барлығын таңғалдырады. Алайда командир түрлене бастайды да, 2 жыл бұрын қабырғаны қиратып кеткен алып титанға айналады. Команда ол өлтірген адамдардың кегін алу үшін шабуылға шығады. Бірақ титанның өте жоғары температура бөліне байланысты оған жақындау қиынға соғады. Алып титан жаралысызды тоқтату үшін зымыранды тартып алуға тырысады. Ал таймер кері санап жатыр. Жан титанға шабуыл жасап бомбаны қорғауға тырысады. Бірақ алыптың бір соққысынан қаза табады. Алып Эренға қарай бұрылып, оны ұстап алмақ болады. Бірақ сол сәтте капитан Ханджи төменнен атқан қуатты жарылысқа ұрынады. Жаралғанына қарамастан алып титан бомбаны алуға тырыса береді. Бұл Эренға оның арқасына түсіп, жақындауға мүмкіндік береді. Таймер соңғы секундтарға жеткенше жарылыс болмай қалады. Титан детонаторды зақымдап үлгерген екен. Микаса бомбаны жөндемек болып ұмтылады. Бірақ не істеу керегін білмей қалады. Сол кезде Шекешима тірі қалғаны анықталып, қыздың артынан пайда болады. Ол қабырғаны жөндеуге тырысқан әрекеттерін мазақ етіп, Микасаны жерге лақтырады. Шекешима адамзаттың бостандықтан гөрі қауіпсіздікті таңдағанына көңілі толмайтынын айтып, адамдар қабырғаны әрдайым қалпына келтіруге тырысатынын түсінеді. Микаса капитанды халықты езген тиранды жою арқылы адамзатты азат ете алатынына көндіруге тырысады. Эрен командирге жақындап титанның желкесінің артқы жағын кесіп жібереді. Бірақ соңғы соққыны жасамай тұрып, алыптың зор қолы оны жұлып әкетеді. Титан Эренді өлтірмек болған сәтте Шекешима зымыранды қолына алып, қабырғаға қарай жүгіріп шығады. Бұл алыпты баланы қолынан түсіруге мәжбүр етеді. Шекешима зымыранды алып титанның аузына күштеп тығып, жойқын жарылыс жасайды. Жарылыс екеуінде жояды. Артынша екінші жарылыс болып, қабырғаның жоғарғы бөлігі қирап, бетон төмен құлай бастайды. Эрен қираудан қашып құтылуға тырысқанымен, соққы толқыннан төменге құлайды. Бірақ Микаса оны жібермей құтқарып қалады. Ауыр тастар кіреберістің алдында құлап, тесікті толығымен жауып тастайды. Эрен мен Микаса құлаудан аман қалып, қабырғаның үстіне қайта көтеріледі. Олар алыстан көрінген мұхитты алғаш рет көріп қатты қуанады. Әрі оның сұлулығына таңғалады. Алайда олар арттарынан жасырын бақылап тұрған камераларды байқамайды. Роботтық дауыс болашақта екеуіне қатысты жоспарлар бар екенін хабарлайды.